Сәлеметсіз бе? Менің атым Диля. Мен 18 жастамын. Және мен көшеде тұрамын. Мен 5 жыл бұрын ата-анамнан айырылдым. Бұл басқа қалада болды, вокзалда. Мен пойыз жүріп кетер алдында байқамай түсіп қалдым. Анам бірден байқамады. Ол мені әжемнің жанынан терезелерге барып келді деп ойлады. Олар заттарын орналастырып жатқанда пойыз қозғалып кетті. Ал мен бөтен қалада жалғыз қалдым. Маған қатты қорқынышты болды. Сондықтан мен көпірдің астына тығылдым. Сол себепті мені кейін таба алмады. Осы уақыттың бәрінде мен тірі қалуға тырысып жүрдім. Негізі мен өте ақылды әрі табанды қызбын. Маған әртүрлі киімдер тігу ұнайды. Қазір мен сізге өзім тіккен киімдерді көрсетемін. Міне, осындай нәзік көйлектер. Тағы да әдемі көйлектерім бар. Мұның бәрін мен өзім тіктім. Менде қайшы және мата бар. Солардан көйлек тіккім келеді. Өз бизнесімді ұйымдастырып, мүмкіндігінше алға жылжуды қалаймын. Менің арманым дизайнер болу. Мен ешқашан берілмеймін. Қалада қалуым керек. Қайырлы күн. Маған аздап тамақ салып беріңізші. Сізде төлеуге ақша бар ма? Жоқ, қазіргі уақытта менде ақша жоқ. Бірақ менде өте әдемі көйлек бар. Сонымен төлей аламын. Рұқсат етіңіз, көрсетейін. Маған көйлектерінің көрсетудің керегі жоқ. Біз тек ақшаны қабылдаймыз. Ал ақшам болмаса, мен ештеңе сатпаймын. Жақсы, түсіндім. Үлкен рахмет. Сау болыңыз. Тойып кеттім. Ол тамақты қоқыс жәшігіне лақтырып жіберді. Ей, сен не істеп жатырсың? Тамақты қоқыстан жеуге болмайды. Кешіріңіз, мырза, мен жай ғана тамақ жегім келді. Төлеуге ақшам бар ма? Жоқ. Кешіріңіз, қазірше ақшам жоқ. Онда мен саған мұнда ештеңе сатпаймын. Мен көйлектермен төлей алар едім. Рұқсат етіңіз, оларды көрсетейін. Мен қыз бала емеспін. Маған сенің көйлектерің керек емес. Сенің бүгін бір пайданы тигізе аласың. Бүгін біздің еден жуушымыз ауруына байланысты демалыс алды. Сен оның орнына істейсің бе? Егер істей алсаң, мен саған сол кезде ақша төлеймін. Иә, үлкен рахмет. Тырысып көруіңе бола ма? Онда міне. Ал, жұмысқа кірісуге дайынмын. Сен мен тамақ жеп отырған көріп тұрған жоқсың ба? Кешіріңіз. Сасып тұрсың. Менен және немеремнен алыс тұр. Кешіріңіз. Мама, мен мынаны көргім кеп тұрған жоқ. Қыз, тәбетті бұзбашы. Сасымай әрі құрышы. Масқара, бұл қандай қызметкер өзі? Біз енді сіздерге келмейміз. Ең сасық мекеме. Неге бәрі кетіп қалды? Әй сен, барлық келушілерді үркіттің. Жоғал бұл жерден. Мен саған ештеңе төлемеймін. Сәлеметсіз бе? Мен қоймада көмек керек деп естіп едім, хабарландыруды көрдім. Көруге бола ма? Иә, шынында қызметкер жетіспейді. Құжаттарыңды көрсете аласың ба? Кешіріңіз, мырза, менде құжаттар жоқ. Онда үлкен жалақы күтпе. Мен тамақ үшін де жұмыс істеуге келісемін. Маған бәрібір. Менің өз жұмысым жетеді. Ана тақтайшаны көрдің бе? Онда тапсырыстар шығады. Себетті жинап, қорапқа саласың. Барлығын түсіндім. Менің қолымнан келеді. Бірінші тапсырысты жүзім, су, апельсин, шұжық. Осылардың бәрін қорапқа салайын.
Алақай ақша түсті. Ақшаны мен аламын. Келесі тапсырыс. Жоқ, мен балды түсіріп алдым ғой. Ірімшік. Кейін тауықты саламын. Бүгін маған не болған? Азық-түліктің бәрін түсіріп ала берем ғой. Мына тамақты еденнің үстінен көтер себетке салып жатыр. Енді бұл дүкенге келмеспін. Мен бұл дүкеннен кетемін және шағым жазамын. Ақылым бар ма өзі? Еденнен өнім салуға болмайды ғой. Жоғал бұл жерден. Мен саған ештеңе төлемеймін. Сәлеметсіз бе? Маған аздап тамақ сатасыз ба? Мен көйлекпен төлей аламын. Біз көйлекті төлем ретінде қабылдамаймыз. Бірақ қызық үшін көріп шығуға болады. Әрине қараңыз. Мұның бәрін өзім тіктім. Қандай әдемі. Егер сіз мені бірдеңемен тамақтандарсыңыз, мен беруге дайынмын. Керемет көйлек. Женіме қатты ұнап тұр. Оған не сыйларымды ойлап жүргенмін. Оның туған күні ме? Иә, Оляға 10 жас толады. Ол осындай көйлектерді жақсы көреді. Онда ол міндетті түрде киіп көргісі келетін шығар. Мен сені тамақтандырайын. Рахмет, ханым. 1 минут күте тұр. Қазір бізде шағын таңғас. Саған вафли дайындаймын. Қандай балмұзды қалайсың? Мен шоколад дәмін жақсы көремін. Мен де. Онда саған дөңгелек вафли жасап, үстіне шоколад сиропын құямын. Қандай тәбетті көрінеді. Ананас кесінділерін немесе түрлі түсті себенді қоссақ бола ма? Өз қалауымызша. Онда бірнеше ананас қосайын. Мен сені үстелге апарайын. Үлкен рахмет. Отыра ғой. 1 секунд. Тағы бар. Саған вафли мен балмұздақ әкелдім. Және шөлдесен, мына шырынды ше ғой. Қандай керемет иіс. Рахмет. Саған да рахмет. Мен көйлектің суретін женіме жібердім. Оған қатты ұнады. Сенде шынымен үлкен талант бар. Рахмет. Мен дизайнер болуды армандаймын. Мақсатына жетуіне тілектеспін. Онда мен кеттім. Жұмысымды жалғастыруым керек. Сау бол. Мұнда адам көп. Одан да қайта, мен осы тамақтарымды үйге барып жейін. Қандай дәмді тамақтар. Үйге барып шырынымды ішіп, сусындарымды ішейін. Біразын ертеңге қалдырамын. Менде енді жұмыс істеуге жеткілікті калория бар. Менде киімге жаңа идеялар бар. Мен жаңа юбка тігемін. Қазір түн болды. Мен бүгін жеткілікті жұмыс жасадым. Қазір ұйықтайын.
Бүгін мен өзім тіккен киімдерді сатуға алып шығамын. Ал мына көйлекті таң атқанда тіктім. Өте әдемі деп ойлаймын. Өзіммен бірге аламын. Бұл жер сату үшін ыңғайлы сияқты. Біреу мұнда банан қалдырып кетіпті. Бұл менің таңғы жарайды. Дәмді екен. Енді заттарды жайып шығайын. Мына юбка, мына көйлек, қорапты шетке қоямын. Бұл жаңа көйлек адамдар ұнайды деп үміттенемін. Мен қатты тырыстым. Жақындаңыздар. Менде ешбір дүкенде таба алмайтын жаңа дизайнерлік заттар бар. Менің істерімде емес. Мен бұны әйеліме алмас едім. Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз. Сіз жақсысыз ба? Неге жылап отырсыз? Маған өте қиын. Мен әрқашан арманымды орындағым келген. Қандай арман? Мен кәсіби дизайнер болуды армандадым. Қандай керемет арман. Неге армандадым дейсіз? Менің қолымнан келетініне сенбеймін. Идеяларыңызды көргім келеді. Маған арналған бір киіміңіз бар ма? Тағы да нәзік юбкалар бар. Ал, мына юбканы бүгін тіктім. Тағы бір көйлек болған, бірақ оны тамаққа айырбастадым. Сенің дизайнерлік идеяларың керемет екен. Мұны шын жүректен айтып тұрмын. Шынымен солай ойлайсыз ба? Бүгін кешке менде шара бар. Маған киім керек. Мен сенен осы көйлекті сатып алғым келеді. Шынымен бе? Өтінемін. Егер сіз күлсеңіз, айтпаңыз, жүрегім ауырады. Мен күлген жоқпын. Оны киіп көрсем бола ма? Бірақ менде арнайы киім көру бөлмесі жоқ. Мен жүр, маған киіп көресің. Бұған сенің мүмкін емес. Бүгін менің күнім. Кешікпе. Сені сахнада күтемін. Тез жиналу керек. Қош келдің. Менің ассортиментім. Мұнда қандай әдемі. Жүрейік. Менің атым Диана, ал мен Линмін. Жақсы, Лин. Енді көйлегімді жақсылап көрейін. Мұна көйлегім маған қатты ұнап тұр. Әрине, ханым. Мен барып киіп көрейін. Қазір келемін. Мен қатты таңғалдым. Қалай, жарасып тұрғанын қарашы. Ханым, сізге қатты жарасады. Бұл керемет сәйкестік. Иә, тура сізге арнап тігілгендей. Мен сені өз дизайнерім ретінде таныстыруым керек. Адамдар шебердің атуын білуі керек. Иә, бұл түс секілді. Жуын үшін менің бөлмеме көтеріл. Ұнаған киіміңді таңда. Қалайша? Маған ыңғайсыз. Сенімді бол, барып ал, ештеңеге уайымдама. Тарақ керек пе? Уайымдама. Мен қолданбағанмын. Басқасы да бар. Болмаса кейін алармын. Бұл қандай тосын сый? Барлық үшін рахмет. Мен сені осында күтемін. Жақсы, барайын. Заттарымды осында қалдырамын. Үй қандай керемет. Тамаша. Екінші қабат. Қандай бай бөлме. Мұнда бәрі әдемі.
Вау, қандай сәнді жуынатын бөлме. Тиісуге де ұяламын. Суды қосып көбігін құямын. Қандай жағымды иіс. Қандай рахат. Енді шайынып шығайын. Шашымды кептіремін. Әрине тарануым керек. Енді әлде қайда жақсы болды. Қандай үлкен гардероб. Кез келген киімді таңдауға болады екен. Керемет. Маған мына қызыл көйлек ұнап тұр. Қандай әдемі. Немесе мынау дизайны керемет. Бұрын көргендеймін. Мынаны таңдайын ба? Мына көйлек жарасып тұрған секілді. Енді туфли таңдауым керек. Бұл дәл келеді екен. Тағы не қоссам болады екен? Мына заколкалар ше, әлде беретка ма? Вау, қадемі. Саған макияжбен шана шаш үлгісі жетіспейді. Бірақ мен бояна алмайым ғой. Отыр, бәрі мен өзім жасаймын. Кәсіби маман сияқты саған жасап беремін. Менің алғашқы макияжым. Қатты қобалжып тұрмын. Маған жараспай қалса ше. Уайымдамашы, мен өзім білемін. Алдыменен бетіңді әдемілейміз. Одан кейін керемет макияж жасап, стилистке апарамын. Кешкі образдарымыз екеуміздікі де керемет болады. Диана екеуміз стилистке барып, шаштарымызды әдемілеп жасатып алдық. Өте әдемісің. Үлкен рахмет. Рахмет айтпа, сен өте таланттысың. Керемет көйлек үшін саған рахмет. Мен сізге тағы біреуін тігіп беремін. Қазір біреу келген сияқты. Ой, сәлем, Даниэл. Қалайсың? Қалай жағдайың? Сен қайтадан дизайнерлікке өтіп кеттің бе? Белсенді кірісіпсің ғой. Мен мектеп аштым ғой. Бірақ оған конкурс жариялаймын. Оған адамдар өте талантты болу керек. Даниэл, менің көйлегіме қарашы. Қалай? Ұнады ма саған? Қалай ойлайсың? Вау, өте керемет. Бұл тек саған арналған көйлек сияқты ғой. Негізі оны қарапайым қыз тіккен. Онда сені сол қызбен таныстырайын. Бұл қыздың аты Дилия. Бұл Даниэл. Бұның жеке мектебі бар. Сән салонын басқарады. Оған жаңа ақылды әрі дизайнерлер керек, креативті. Құдайым-ау, бұған сене алмаймын. Мырза, мен сізді танимын. Мен сіздің үлкен жанкүйеріңізбін. Бұл көйлек сенің жұмысың деді ғой. Осы көйлекті өзің тіктің бе? Маған көйлектің дизайны қатты ұнап тұр. Мен саған тапсырыс бергім келеді. Тапсырыс? Үлкен рахмет. Тапсырыс берсем ертең әкеле аласың ба? Осы мүмкіндік үшін өте ризамын. Рахмет. Бұл өте керемет дизайн екен. Бұл маған қатты ұнады. Мен тіккен көйлекпен Диана концертке шықты. Менің армандарым шындыққа айнала бастады.
Диана маған оның үйінде қалуға және жеке дизайнер болуға мүмкіндік берді. Айлар өтті. Мен супер танымал дизайнерге айналдым және көп ақша таптым. Сондай-ақ өз киімім брендімді аштым. Сонымен қатар, мен өзім сияқты қиын жағдайда қалған қыздарға мүмкіндік беруді шештім. Сәлеметсіз бе, ханым? Мен осы көйлекті тіккенмін. О, керемет. Бұл келесі маусымның сән екені көрініп тұр. Бұл мүмкіндік үшін рахмет. Достар, ешқашан берілмеңіздер. Тіпті қиын кезде де сіз бәрін жеңе аласыздар және мақсаттарыңызға жетесіздер. Берілмейтін адам ерте ме кеш пе мақсатқа жетеді. Өзіңізге және арманыңызға сеніңіздер. Ал мен әрқашан сендерге сенемін.